Баршаңызға қайырлы күн. Әр ас үйде әзірленетін котлеттің рецептімен бөліскім келіп отыр, бірақ бұл рецептпен әзірлесеңіздер өте дәмді және тез дайын болады. 2 орташа пиязды ірілеп турап блендерлеп аламыз. Менде 600 грамм ет тартқыштан өткізілген сиыр еті, оған жаңағы блендерленген пиязымызды және де 2 орташа картопты блендерлеп жаңағы массаға қосамыз. Осындай бір тілім нанды суға салып қоямыз. Бірнеше минуттан кейін суын сығып тастап, өстіп нанды майдалап қосамыз. Ал енді тұз бұрышын қосып, дәміне қарай жақсылап араластырамыз. Ал енді ұн себілген тақтайға котлетіміздің формасын келтіріп жасап, ұнға аунатып, өстіп тақтайға тізіп шығамыз. Қызып тұрған аз көлемдегі майға котлеттерімізді қызарғанша екі жағына қуырып аламыз. Барлық котлет қуырылып болғаннан кейін майын төгіп тастаймыз. Сол табаға, сковородкаға котлеттің бәрін өстіп тізіп шығамыз. Ыдысқа 1 ас қасық томат және 1,5 ас қасық қаймақты және 300 мг суды құйып жақсылап араластырып, жаңа котлеттерімізге құятын боламыз. Қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Қайнаған соң астын басып 15 минут пісіреміз. Котлеттеріміз дайын болды. Мен гарнирге күріш пісірдім. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, күрішті қалай пісірген видеомды саламын. Осындай соуспен өте тез әрі дәмді котлеттеріміз дайын болды. Ал енді күрішті пісіреміз. Менде 1 шыны күрішке 2 шыны су қостым. Оған дәміне қарай тұзын және сұйық май қостым. Сұйық май шамамен 2 ас қасықтай болады. Отқа қойып, қайнаған соң баяу отта пісіресіздер.